Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы. Құрастырған Жамбыл атындағы нөмір 5 мектеп гимназиясы қазақ тілі әдебиеті пәндерінің мұғалімі Калукулова Жанна Капаровна. Оқу мақсаты Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын талдау. Мұқағали Мақатаев 90 жасқа толып отыр. Өмірі мен шығармашылығына қысқаша тоқталар болсақ, Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 9 ақпан күні 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келді. Шын аты Мұхамедқали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын. Өз заманында лайық баға ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Келесі кезекте ақын туралы 9 дерекке кезек берейік. Аз ғұмыр кешсе де өшпес мұра қалдырды. Мұқағали тілге шебер ақын. Оның өлеңдерінің тілі жеңіл, көңілге қонымды әрі қарапайым. Мұқағали қолданған сөздер мен сөз тіркестерінің мағыналары, қызметтері бір-бірімен жымдасып, бір тұтас күйген еді. Мүмкін сондықтан болар, ақынның өлеңдері өздерінің көркемділігімен, бейімділігімен, мағына дәлдігімен және эстетикалық жағынан әсерлілігімен ерекшеленіп тұрады. Мысалға, оның бір шумағына көңіл аударалық. Қарасаздың шыбығын жел тербеген, жел тербеген шыбықты мен тербегем. Ойласамшы сол шыбық терек болып, өзегімді бір кезде өртер дегем. Бір сөзбен айтқанда, Мұқағали қазақ жырының құдіреті. Ақын қай жылы дүниеге келді? Мұқағалидың әкесінің аты кім? Ақынның туған жерін ата. Оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Артық болмас білгенің мәтінді жақсылап оқимыз. Екінші тапсырма. Даналық ойдан дән ізде. Екі тапсырманы жақсылап оқып, сұрақтарға жауап береміз. Бірінші мәтін мазмұнынан не ұқтың? Мұқағали Мақатаев білімнің қажеттілігін қалай ұқтырды? Мұқағали күнделігінен нені түсіндің? Сұрақтарға нақты толық жауап берді деп ойлаймын. Дескриптор мәтінге сүйеніп монолог құрайды және сұрақтарға жауап береді. Тыңдаушыға әсер ету үшін тілдік құралдарды ұтымды пайдаланады. Өмірді сүюдің ғажайып үлгісін көрсеткен Мұқағали Мақатаевты Фариза Оңғарсынованың сөзімен айтқанда, Мұқағали Мақатаев қазақ тарихындағы ең оқырманы көп, қалың халықтың басты жанашыры болған суреткер. Мұқағали қаламнан туған
қаншама өлеңдер бар. Үш бақытым өлеңіне тоқталатын болсақ. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Я, отанға деген сүйіспеншілікті оятатын бірден бір керемет өлеңі. Ең ғажайып ерліктер отанға шексіз сүйіспеншіліктен туындайтын сөзсіз. Шын отан сүйгіштік дегеніміз жалаң ұран тастау емес, еліне, халқыңа қызмет ету. Адам баласы дүниеге патриот болып келмейді. Ол білім мен тәрбие алып, әлеуметтік ортамен араласып, азаттық болмысын қалыптастыру кезінде патриотқа айналады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында осылайша отанға деген сүйіспеншілікті әдебиеттен қалыптастыратынымызды баса айтып кетті. Сонымен қатар Мұқағали Мақатаевтың, Нұрғиса Тілендиев, Әбербек Тәнәлиев, тағы да басқа сазгерлер ақынның көптеген өлеңдеріне ән жазды. Олар сәби болғым келеді, көгершіндер, сар жайлауым, есіңе мені алғайсың, тағы да басқа. Ендеше біз ақынның ұнатамын мен сені әнін бірге тыңдайық. Ұнатамын мен сені дегенменен, көрмегенді өзгеден сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсам бір күні, егер де мен ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені. Ұнатамын мен сені, бірақ мейіріміңді ғайдейін жылап сұрап. Ұнатамын дегенім жасандылық, саған деген жүрегім құрақ. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын мен сені. Жасап жүріп, көрсетпеймін зәредей асау қылып. Сенің ғана ырқыңа бас алдырып, бұға берем не деген жасандылық. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі ұнатамын
тыңдармандарыма Мұқағали ағамыздың сөзіне жазған ән ұнады деген ойдамын. Сөзімнің соңында Мұқағали Мақатаевтың күнделігіне кезек беремін. Бұл жылда өтті. Жырмен басталған жыл жырмен аяқталды. Күйбеңмен, азаппен өткен өлі күндерді қойшы. Жырсыз өткен күндер мен үшін өлі күндер. Тәңірдің бұл алданышты қиғанына да құлдық. Поэзия болмаса қайтер едім. Мұқағали күнделігінен. Бар ғұмырын поэзияға арналған, Мұқағалидың артында қалған өлеңдері мәңгі өлмейді. Сабақтан кейінгі әсерім: не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, нені үйрендім. Кері байланысқа жаза қойыңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.